Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым, қадірменді әлеумет, армысыздар. Бүгін енді бүгінгі темамызда мен өткенде айтып кеткен мынау аруақтар жайлы айтамыз деп. Аруақтар жайлы айтамыз деп. Енді бұл аруақтар дегеніміздің өзі қандай түсінік, бұл қазақ даласына қайдан келген, қалай пайда болған, бұның айырмасы не деген сияқты. Мынау исламда аруақ деген бар десе, тәңіршілдер, исламдағылар аруақ деген жоқ десе, тәңіршілдер бар дейді. Енді бұның түп төркіні қайдан шыққан, неден басталған? Енді бұл енді жалпы аруақтардың темасы жөнінде айтатын болсақ, мен енді бүгін жалпылама бір тармағын ғана айтамын. Бірақ бұл бітпейтін әңгіме, шындығына келгенде. Бұл кәдімгі бітпейтін, таусылмайтын, бұның темасы тарауы да көп, темасы да көп. Соныменен бұл аруақтар әлемінің ең бастау негізгі мағынасы әр уақытта қасыңдамын, өзіңменен біргемін деген мағынадан шыққан. Аруақ дейді. Одан кейін оның формуласы 13 плюс 7 тең 20. Источнигі ВОК деген серия бойынша алған кезде, соны жаңағы цифровой формуласы солай болып шығады. Енді бұның негізгі бастау мынау Шыңғысхан әлемінен басталады, аруақтар деген. Көк тәңірі, содан кейінгісі бұл Шыңғысханның жаңағы кіндік функциясы бойынша мен айтып өткенімдей, мынау не қылды ғой, бір ролигімде ма, немде ма жаздым, ұмытпасам, айттым да оны. Шыңғысхан до кости очистил. Алтын орданы неғаннан кейін бұл кәдімгі сүйекке дейін тазалап тастады. Шапқыншылық жасап, әлемді қанға бояған кезде. Міне бұл осы неден кейін, құрылымнан кейін бұл қазақ даласында ханская система құрылды. Осы ханская система құрылған кезде аталмыш адам деген серияның разработкасы осы көшпенділер даласында өтті. Адам деген серияның несіменен ханский системада, өйткені бұл жерде тіл манипуляциясы, сөз, құжаттамасыз кәдімгі ханский система, шашал десе басын шауып тастап, тілін кесіп, кәдімгідей сөзге тоқтатқан система болды бұл жерде. Мына Грекия жерінде құдайлар әлемі мына Інжіл бағыты бойынша өтті ғой. Енді мынау исламның жаңағы ілімі келіп қазақ даласына жеткен кезде мен айтып кеттім, алтын орда күйреді. Содан кейін Шыңғысхан бұның бәрін түгел тазалады, дымын қалдырмай деп. Міне сол кезде человек измерениясы мен 9 измерение дейді, человек пен адам измерениясы бойынша бұл көшпенділер даласында осы жын сериясының өкілдері бұны жасады. Былайша айтқанда сөзге тоқтады. Сөзге тоқтау мәселесі туындады да бұл жерде кәдімгі үлкен сондай бір разработкалар жүрді. Енді бұл жерде аруақ деген негізінен алған кезде мен енді айтып кеттім, бұның негізгі мынау дала жауынгері дейміз ғой. Енді бұның ең басты жаңағы ақсарбаз деп аталады. Енді мына ата-бабаларымыз айтады ғой, құдай ақсарбаз, әруақ қолдай көр деп атады ғой. Енді жауға шапқанда да не себепті әруақ деп атайды. Әруақ деген қазіргі біздің 9-шы измерениялық түсінікте әскер, воин деген мағынаны білдіреді. Яғни 13-тің мәні бойынша бүгін ол замандарда ол солай болған. Ана әскер, жауынгер, жаңағыдай полевой командир деген ондай атау болмаған. Ол бертін келе мына 9-шы измеренияда ислам 9-шы измерениясы бойынша шыққан түсініктер. Бұл әскер, полевой командир, рота, дивизион деген ол басқаша неде. Ал негізгі бастауы сол Шыңғысханнан басталатын темада жатыр аруақ деген. Өйткені аруақ дегеніміздің өзі, аруақта қасыңдамын, өзіңменен біргемін дегенде бұл дала көшпенділерінде жауынгерлік жаңағыдай қару-жарақтарды асынып, ол үй мүлкімен, ауыл аймағымен бірге қорғалатын болған. Міне сол себептен де бұларды кәдімгі әскер, қолбасшы деп атамаған, ол кезде оларды аруақтар деп атаған. Өйткені аруақтар деген кезде бұл жерде көптеген жаңағыдай бір нелер бар. Мысалы, мына қазіргі біздегі мына 8-інші измеренияның разработкасында
құжаттамалық әдіс бар ғой, азан шақырылып қойылған есім бар, архивтер бар, одан кейін жаңағыдай документациялық нелер дейміз ғой, жазба деректері дейміз ғой. Мінекей сол кезде бұл жазба деректері уже сол уақыттардан тарих қойнауында бұлардың елдің бәріне бірдей беріле бермеді да, бұл жерде жаңағы мына ру басыларға азан шақырылып қойылған есімдер құжатсыз түрде, сосын жаңағы мынау жеті аталық ілім дейміз ғой енді, солардың негізінде аттарымен аталып кетті да. Мінекей енді жалпы халықтың өзінде ондай құжаттық әдіс болмады ғой, ханский системаның разработкасында. Мінекей сол себептен де бұларды әруақ деп атаған. Әруақ дегеннің жалпы түсінігі солай, по вертикалю и по горизонталю дейді. Содан кейін бертін келе бұл ханский системаның ең соңғы өкілі Кенесары екенін білесіздер. Міне осының жүйесінде сөзге бағынып кәдімгі тілдік контроль жасалды ғой, сөзге ие болу. Сосын кейін жаңағыдай мына жындардың өзінде шын мәнінде тіл болмады, ыммен жыммен білдірді. Сосын тағы да басқалай жаңағы язык жести дейміз ғой, сондай нәрселермен тілдескен уақыттар болған. Содан кейін бір ғасырдағы бертін келегі ғасырларда мына ненің кімнің несі аяқталғаннан кейін шапқыншылықтар, ақтабан, шұбырынды бәрі өтті ғой бұның бәрі өтті да, кейінде мына человек измерениясының разработкасы 8-дің разработкасы енді бұл 9-ға жүйеленуге тиіс болғандықтан Ресей империясына кезек берілді да, Алтын Орда күйрегеннен кейін. Мұндағы жерде қазақ даласында жаңағы құжаттамалық архивтер дейміз ғой, құжаттамалық документациялық тарихтар, кітаптар жазыла бастады да, мінекей жазу сызудың пайда болуынан бері қарайғы оның жаңағыдай былайша айтқанда мемлекеттік деңгейдегі архивтер дейміз ғой, мінекей сондай библиотекалар, сондайлар пайда болды да, мінекей содан бұлар осы неге көшіп кетті, құжаттамалық ортаңғы вибрация 180-ден 081 индексіне. Міне осы кезде бұл мына Кенесары хан бұл ханский системаның ең соңғы тұяғы болып қалды. Содан кейін бұл Фатиха сүресінің разработкасы басталды. 17-ші жыл 20-шы ғасырдың аяғында. Мінекей бұл кезде уже бұл кездегі әңгіме бұл мүлде басқаша болып кетті. Енді бұл жердегі анау жаңағы Vox сериясы бойынша 13+7-тен жаңағы 20 сериясы бойынша бұл жерде уже енді кешегі тарихтан оқып білдік қой бәрін. Көшпенділер романында жазылған анау Ильяс Есенберлиннің кітабында бұлардың бәрі кәдімгі манипуляциялық түсініктемелер, разработкадан кейінгі берілген анықтамалар ғой бұлардың бәрі. Қазіргі Құранмен байланысты дүниетанымдар емес оның бәрі. Мінекей осындай нәрселер болды. Енді не себепті 7 саны бойынша көмілген көпшікті голограммалық, графикалық и призмалық елестерді жаңағы мына 9-шы измеренияның разработкасын шығару үшін, Фатиханың разработкасын шығару үшін о дүние деп бұларды кәдімгі вертикалды әлемдегі системаны уже 7-нің индексі бойынша ангелы хранители биологический корень статусын шығарды да, бұлар алды да бұны жерге көміп, о дүние деген жердің астында деп, мінекей осы 7 санына қарай ысырды да, енді бұл жерде 13-тің мәні мінекей жаңағыдай немен мына Фатиха сүресінің разработкасы сол 13-тің мәнімен өткізілді. Өйткені енді бұндағы мәселе человек измерениясы мен макроклеткалық несі жаңағы разработкасы макроклеткалық системамен өткендіктен Ресей жерінде өтті деп айттым ғой. Ал енді сол кезде бұларды кәдімгі Кенесарының тұсындағы, одан ары қарайғы Абылайдың тұсындағы системаларда бұлар өтте көшпенділердің өзі аттан түспеген, кәдімгідей вообще позициясын бермейтін жындар елі болғандықтан
бұлар әдіс тәсілді мінекей солайша ойлап тапты емес пе? Былайша айтқанда жынның мойнына мінгізді да шайтанды. Иә, тілдік фактор ғой енді. Нәпсісімен қосып жаңағыдай мына Құранда айтылған мәліметтердің бәрін осылай жүйеледі ғой бұлар ондықта. Мінекей сол себептен де қазір енді біз көптеген нәрсені ажырата алмай қалдық та. Жаңа молдаларды әкеліп жаңағыдай манипуляциялық тұрғыда түгелдей жаңағыдай голографиялық елес, жаңағы анау графика, призма, соның бәрін түгел жердің астына көмді да көпшікпен бірге. Енді олардың елесін түгелдей жаңағы мына 10 жылдық ілім білім мектебі бар емес пе? Соған салды. Ғылыми тұрғыда уже ашық зерттеуге көшті да. Мінекей сол жылдары бұл мына Фатиха сүресінің разработкасына өткен құрдастарым, менің замандастарым оны жақсы біледі, мектепте қалай өткенін. Жаңағыдай художественный графасы бар, диафильм дейміз, одан кейін кино, мінекей осының бары осының разработкалары болып саналады. Өйткені осылардың бәрін жаңағы 10 жылдық мектеп іліміне үйлестіріп, сонымен бұл жеті иман сериясы бойынша періштелер әлемін туғызды. Потому что бұл 16 жасқа дейін бізде отключенный болып келеді да, Құранға кіргізілмейді. Сол себептен де бұларды кәдімгі Құранға кіргізу үшін жеті иман сериясы бойынша разработка жасап, содан кейін барып мінекей тіркеуге содан кейін барып келетін болатынымыз. Келу керек болғанбыз, былайша айтқан кезде. Енді бұл жерде айтылатын мәселе көп дедім ғой. Мінекей мына аруақ деген, сонда жаңағы мына абылайлап аруақ қолдап, аруақ деп жаңағы жауға шабатын себебі әскерлердің бір-бірін қолдауы, әскерлердің жаңағыдай бір-бірін қолдап ауыл аймақты солай қорғап қалу мәселесінен туындайтын ұғымдар ғой бұл аруақ деген. Ал енді о дүниеде оның кейіннен анау көмілген көпшікті жерге көміп, оны голографиялық елеспен қалдырғаннан кейін кім бұған иланады, кім бұған сенеді, олар сол жерде ангели хранители биологический корень статусында қалады. Ал вертикалды әлемдегі разработканың мәніменен бұлар планетарный масштабқа көтеріледі. Мінекей осындай нәрселер. Енді мен неге ана құжатты жойып, неге құжаттан шығып кетіңдер деп жатырмын. Өйткені бүгінгі таңдағы бұл аруақ түсінігінен ажырап кеткендер бұны аруақты жаңағыдай голографиялық елеспен шатастырып, оның өзінде мына 2 жыл армияда барып келгендердің өзі тәкаппарлыққа көшіп, оның былайша айтқанда аруақ болып елді жерді қорғаудың орнына бұлар бір-бірін қорлап, бір-бірін жаңағыдай тепкілеп, былай дедовщина дейміз ғой енді, дедовщиналық сипат алып кетті да, бұлар кәдімгідей бір-бірін мен сенен күштімін, сен кімсің, менің жанымда кімсің, менмін дегендей мәселеге кетіп қалды бұлардың бәрі. Қазір енді мына осыны армияда қазір не қыламай жатыр ғой. Білесіздер ғой енді, армияға шығарып салады, өлігін күтіп алады дегендей. Сондай мәселелермен туындап жатқан нәрселер. Енді бұл жерде мынау аруақтар жайлы несі бар жаңағы. Бұлардың көмулі көпшік по вертикалям, бұның жалпылама сипаты мәйіт деп аталады. Көмулі көпшік 7 саны бойынша формула мәнінде. Сосын кейін мынау өлімнің 2 түрі бар. Ақиқат өлім, жалған өлім деп аталады. Қазіргілердің көбісі түсінік бойынша мынау нені? Ақиқат өлімді ғана айтып жүр. Ақиқат өлімді. Жалған өлім дегеннің не екенін білмейді. Жалған өлім деп мен несінде айтып кеттім. Жалған өлім дегеніміз барзак әлемі, түрме, армия деген сияқты мәселелер. Бұлардың өзі жаңағы о дүние дейді 9-шы измерение бойынша шыққан нелер ғой. Разработкалардың мәнінен шыққан индекстер ғой бұл. Түрме, армия, сосын тағы немене толып жатқан больницасы болсын, тағылар, мектебі болсын, бұлардың бәрі жаңағы тіршілікті нөлден бастау деген сияқты
ұғымдар. Қазір бұл 9-шы измерение бойынша бұл әлі біздің санамызға сіңбей жатыр. Өйткені біз аруақ жайлы түсінікті жаңа көмілген көпшікпен шатастырып жатырық. Негізінен алғанда өлген адам деп айтылмайды. Мәйт дейді ана горизонталь көмілген адамды. Адам деген сөз қолданылмау керек негізінен алған кезде. Адам деген сөздің мағынасы ұрықтан тірілуші, ұрықтан жаралушы деп аталады. Ал анау көмілген кеудесінен жаны шығып кеткен ақиқат өлімдегені оны мәйт деп атайды. Мінекей сол замандарда азан шақырылып қойылған есімдер бұл жаңағы мына Шыңғысханның уақытында қолбасшылары болсын, басқасы болсын берілді, бірақ жаңағыдай құжаттамалық тәмсілде бұлар болған емес. Таңбалары бар, басқасы бар, енді системалық құрылым 1000 басы, 10 басы, 100 басы деп кете береді ғой. Мінекей ал енді біздің измеренияда бұлардың бәрі құжаттамалық әдіспен бұлардың бәрі жеке-жеке кетіп қалды. Мінекей осындай айырмашылықтар бар. Бұл мәйт пен өлген адамменен жаңағы ақиқат өлім мен жалған өлімнің айырмасында осындай айырмашылықтар бар. Өлген адам деп бұл негізінен алған кезде жалған өлімдегіні айтады. Бұны былай деді, қалай десе болады, жалған өлімдегілерді айтады. Өлген адам деген сөз қолданылады жүрді. Бірақ олардың азан шақырылған есімдері болмау керек. Негізі адам деген серияның өзінде бұның өз алдына бөлек әңгіме ғой, оны уже планетарный масштабта кәдімгі формула мәніменен тағы да басқа да цифрлық мәндерменен белгіленетін амал иелері, көпшікті жинаушыларға. Енді жаңа 7 саны бойынша айтып кеттік, мәйт деп аталады деп. Жаңа ақиқат өлімді мәйт деп атайды. Оның азан шақырылып қойылған аты уже жаңағыдай документациялық, одан кейінгісі крематорийда, көпшікті шығару мәселелерді, бұның бәрі түгел өз алдына бөлек әңгімелер. Енді мен бүгін жалпылама шолу ретінде айтамын деп жатырмын ғой. Енді бұл жердегінің тағы бір айтып өтетіні, мына өлген адамның 40-7 жылдығы деген бар бізде. Бұның өзі қайдан шыққан жалпылама. Өлген адам деп жаңағы қайтыс болған мәйіттің 40-7 жылдығын беріп жатады. Негізінде бұл жерде мына не бойынша жаңағы разработкалық мәндік В деген серия деп айттым ғой мен. В деген серияның ішінде екеуі де 13-те 61. Бұның ішінде жаңағы не бар? Негізінен алғанда 47-сі деген қабірден тұрып, рухынан тірілген адамдарға берілетін болған. Берілуге тиіс. Былайша айтқанда, рухынан тіріліп, қабірден тұрып, көпшікті жинаушылар адам деген серияға жұмыс істейтіндердің тірлігіне қатысты болды. Өйткені неге ол көпшіктен тіріліп, жаңағы рухынан тіріліп, рухқа жалғанып, ұрпақ әкелген кезде беріледі. Түсіндіңіздер ме? Ұрпақ әкеліп, өмірге ұрпақ әкелгенде, ұрпақ жаралған кезде, мен жаңа айттым ғой, Иса әлемі бойынша бұлар жаңағы передача көпшік, конструкция и қыз баланың көпшікті жинауына қатысты жабық қанат сериясы бойынша. Осы мәселе, осы жағынан берілуге тиіс. Бұл қазір бұл разработка жоқ. Өйткені өлгеннен кейін оның артынан жаңағы несі берілу керек деп. Өйткені бұл жерде бұл әлі ақпараты құлыптаулы болғандықтан бұл біздің санамызға сіңіп кетті айналып келген кезде, шындығына келген кезде. Оның жаңағы несі берілу керек, 40 берілу керек. Бұны қазір біздерден сұрайтын болса, олар сөз жоқ айтар еді. Бұл біздің салтымыз, бұл біздің дәстүріміз деп. Анау ата-бабадан келатқан. Өйткені неге бұл жерде Құранның темасы мына айтып өтірген жаңағы айтып кеттік қой. Сағанға дейінгі пайғамбарлардың барлығы да адасқан. Одан кейін саған рух танымынан аздаған ғана мәлімет келтірдік деп айтылады ғой. Құранда аяты бар дедік қой. Міне осы пайғамбарлар бұл рух жолында адасқаннан кейін адам баласын сөз етудің керегі жоқ деп мен айттым. Ол адам баласын уже оған жақындатып мүлде қажет емес. Жақындаттым дегенше уже манипуляциялық тірлікке ұшырайды адам. Бірден анау жаңағы тілімен алып кетеді, тартып кетеді 360 градуста. Бірден ала жөнеледі. Бұл біздің ата-бабамыздан келетін салт дәстүр. Өйткені міне Жәбірейіл келіп ана неден сұраған кезде айтады ғой.
сендер қай жолмен жүресіңдер деген кезде. Міне мен қазір соны айтып отырмын ғой, мен өткендегі бір ролигімде де айтқанмын. Мен қазір тура сол миссия, мен қазір соны сұрайтын болсам, бұлардың жауабы 1400 жыл бұрын Құранға салынып қойылған, оны сөз жоқ қайталайды деп. Мінекей сонда мына 47-сі жылдығы деген мәселе, соны енді бұның разработкасын шығарғанда сол жаңағыдай өзге ұлтқа үйленгендер, көпшікті шығарғандар, жабық қанатпен амал еткендер болса, мінекей 47-сі деген осыларға берілу керек. Өйткені бұлар уже ұрпақ жаратады. Ұрпаққа келген кезде сәбидің 40-сы бар, несі бар, 40-нан шығуы бар, сосын 1 жасқа толуы бар дегендей, мінекей сондай. Өйткені 9-шы измерениеде бұндағы айтылған ол әлі нөлдік қалыпта құлыпта тұрған не ғой, бұл құлыпта тұрған сөз ғой. Сол себептен де оларда жаңағыдай 47-сі деп ана мәйіттің индексіне беріп атады. Бірақ бұл запись копчикамен бұл сөз жоқ қайталанып келіп отыратын нәрсе, 4-тік отстраненный тактісі бойынша. Сосын отключенный такты бойынша да бұл қайталанып келе береді. Ал енді оны қайтадан подключить етіп, жаңағыдай отстраненный қатарға қосатын болса, бұның мағынасы осылай болып келеді. Негізгі дәлдік түсінігі. Ал о дүниеге барған кезде, ал енді о дүниені қалай көреміз? О дүниеде біздің оған барып кеп па деп жататындардың айтатын не болатын болса, анықтамасы болатын болса, бұл о дүние деген мен айттым, тіршілікті нөлден бастау, жаңадан бастау деп, рухқа жалғану керек деп. Мінекей сол кезде мына тіршілігімізде 0 деген цифровой изучениенің нулевой уровені, жаңағы намазды оқисыз, шариғатты ұстанасыз, содан ары қарай тарихатты жүйеліп, мағрипаттық индекспен жоғарылай бересіз. Міне соны айтады жаңағы о дүниелік тірлік деп. Рухқа жалғану, көпшікті шығару, креминация жасау, жаңағы сүйектерді өртеп жіберу, голограммалық, графикалық, призмалық елестерменен жаңағыдай алданбай, бұларды кәдімгі вертикальный, реальный программаны игеру мәселесі бойынша туындайтын түсініктемелер деп айтып кеттім. Енді бұлардың негізгісінен алған кезде жаңағы 3-тік ілім деп айттық қой. 306, 180, 36-дан 036. 36-дан 036 деп айтылатын себебі бұл белден төмен, тізеден жоғары көпшік ілімі болғандықтан, бұл 360 градус қаяқтан шығып отыр. 36-дан 0. Яғни мұндағы 0-дік уровендік таным цифрдан кейін болып тұр. Цифрдан кейін. Көрдіңіз ба? Енді 0,36, 0-де 36 десек, бұл цифрға дейін болып тұр. Сонда мынандай цеп пайда болып тұр. Мынандай цеп. Бұл дегеніміз шынжыр. Сонда бұның ақпаратын тілге байлаған кезде 360 градус осы жерден шығады. Көрдіңіз ба? Бұл қайдан келеді? Алла, Құдай деп дәріптейді, бірақ таппайды. Әруақ деп сенеді, бірақ таппайды. Қайда? Сөйткен қолдайтын әруақ қайда? Ол деген қандай түсінік, не қылған мағына, оның бірінде біле алмайды. Бірақ информациясы көрдіңіз бе қалай тұр? Мінекей оның ақиқаты айтылмайды. Ақиқат айтылмағаннан кейін мінекей сонымен кетіп қалған түгел. Бәрі манипуляциялық тұрғыда жаңағыдай тілдік вибрациямен ауыз менікі, тіл менікі дейді да, мінекей. Қоптырма тіл, көпірме сөз, сідік сорпа деп мен айтқан. Мінекей сондай нәрсені жасайды дағын ұра береді әшейін. Бұл кәдімгі менің өзімнің түсінігім, менің танымым мынаудан былай да былай деп. Бірақ ғылымға үйлесетін, ақиқатқа жететін, танымға апаратын бірде-бір нәрсе жоқ. Өйткені мен бұндай сідік, кімдеген бұндай сідік сорпа жасаса, өздерің ішіңдер деп мен жазғам комментарийда. Ал енді ақиқатты сөйлете алмайсыңдар ма? Не құрылым? Өз әлемдеріңді табыңдар. Мінекей осындай нәрселер. Енді бұл жерде жаңағы айтып кеттік. Жалған өлім мен ақиқат өлім. Бұның кәдімгідей ақиқатын басын ашып айту керек. Жалған өлім деген кезде мынау жаңағы мына қазіргі бүгінгі біздің измеренияда түрмеге жабылу, сотталу, серік қосу, тағысын тағылар, мінекей солар кете береді жалған өлімге. Сосын кейін қабір азабы деген бар, содан кейін көр азабы деген бар. Бұлардың бәрі бөлек-бөлек түгел есіктер.
айтады ғой жаңағы мына исламды қабылдаған кезде о дүниеге барған кезде жәннаттың есіктері бар дейді. О дүниеде кәдімгі жәннаттық есіктер бар дейді. Түсінесіз ғой? Яғни жәннаттық есіктер бар дегеніміз, мен бұғанға дейін де бір айтып өттім. Не деп, пропитание клетки научный процентный показатель дейді. Осы пропитание клетки научный процентный показатель сіздің қандай деңгейде қай есікті ашуыңызға себебі болады. Мінекей о дүние дегеніміз, о дүниеге барғанда сондай өзіңіздің тіліңізден шыққан амалыңыздан жасаған есікті ғана аша аласыз. Қалған есікте уже не жоқ, доступ жоқ деген сөз. Мінекей сондықтан бұл тілдеріңізге, амалдарыңызға, имандарыңызға абай болғандарыңыз үшін. Исламды қабылдаған кезде тажал шығады дедік. Мінекей тажал дегеніміз жаңағы мен айтып жатырмын, мынау жасанды интеллекті, искусственный интеллект. Тажал дегеніміз осылай деп аталады негізінен алған кезде. Бірақ бұл жердегі экономикалық вопростар, мынау жаңағы телепортациялы тамыр технологиясы, конвейерлі экономика, бұлардың бәрі осылай по плюсу деп кету керек еді, бірақ бұлардың бәріне ақша салынып жатыр. Сондықтан бұл әлі толыққанды ислам емес. Одан кейін мынау Мағдиді қайдан шығарамыз деп жатырмыз. Мен енді айтып кеттім бұғанға дейін, Серікжан Біләш Атажұрт партиясынан шығару керек деп. Өйткені неге? Серікжанды түсінуге болады. Қызыл тіл қызыл маржанға өшіксе, бұл 2-1+ позициясы ғой. Менің енді қандай нәрсені жұмбақтап айтып отқанымды түсініп отқан шығарсыздар. Енді расында бұна кезінде Харун деген зұлым патша болды ғой. Харун бет кім еді? Харун. Бұның өзін кәдімгі тура жолға салған кім болды емес па? Кім еді? Ұмытып та қалдым. Ескендір Зұлқарнайын бет кім еді? Бұның өзі сол заманда Мұса ма? Жоқ, Мұса емес. Ұмытып қалдым негізгі бұна қиссасын. Мінекей оның өзін жөнге келтірген болатын. Міне сол сияқты нәрсе. Бұл енді жалпылама сөзбен істі үйлестіру 360 градустық вибрацияда бәрі де кешірімді. Өйткені бұл вибрацияда мынау жаңағы қалай десек болады. Тіл вибрациясына информация со скорости света. Яғни кім не айтып, не қойып жатқанын білмеуі мүмкін. Өз-өзіне есеп бере алмауы да мүмкін. Міне сол үшін бұны Құранда бұлардың өзі кәдімгі Алланың алдында кешірімді болып саналады. Одан кейін мына не бойынша, мына 9-шы измеренияның жалпыламаны Сталин, Ленин нелері, бұның бәрі қайдан шықты, қайдан келді. Енді айтып өткенімдей, мына кімнің Шыңғысханның системасынан кейін, кіндік функциясынан кейін мына не бойынша айтып кеттік қой енді, каркасный информаторов. Мына дәл жаңағы хандық құрылымның несінен кейін бұл Нұхтың еліне ауысып кетеді. Человек несі 9-шы измеренияға байланысты Нұхтың еліне ауысып кетеді. Армян деген ұлттың индексіне кетіп қалады. Бана жаңағы сүйекке байланысты адам деген серияның несі былай кетеді да, мына несі человек деген измерениянікі бұл Нұхтың еліне кетеді. Мінекей сол жерден шығады жаңағы. Бұның алдындағы нелері мен айтып кеттім ғой. Грузин, Грузия деген сияқты мәселелерді айттым ғой. Грузин, генетический груз, шевелись деген сияқты мәселелердің бәрі осы яқтан шығады. Армия Н дейді. Бұл жерде Н деген 11 саны бойынша 22, 33, 44, 55, 99 саны бойынша осы жаққа кетеді. Армия деген жаңағы аруақ деген сөздің мағынасы осы жерден ауысып кетеді ғой. Оның жаңағыдай не екенін білмей кетеді. Бұның жалпылама танымын жаңа жерге голографиямен шатастыраттағыны бізге уже жаңа вертикалды әлемнің несін уже басқа
таным түсінікке бұрып жібереді бұл жердегі разработчиктер. Человек измерениясының жалпылама Ресей империясында басталды бұл. Мінекей сол себептен де осындай танымға әкеліп жасады.